Қадірлі қажетжан, бізде подкаст болды және бүгінгі қонағым Гүлнұр апай. Бұл кісімен қандастар мәселесі, яғни қазіргі таңда өте өзекті болып тұрған тақырыптар туралы сөйлестік және бұл кісінің үлкен бір жай ғана сөз емес, іс атқарылатын деңгейге кетіп бара жатыр екен, яғни керуен деген үлкен жобасы бар екен. Сол жайлы айта өтсеңіз. Құрметті қандастар, саламатсыздар ма? Бұйырса алда үлкен осы қандастарға қызмет ету орталығы деген топ бойынша сол бұрынғы жаңа келген мынау қандастардың көші-қон мәселесі бойынша мен алда үлкен бір ай уақыт ішінде 6.000-да 8.000 шақырым жол жүру жобасын алға қойып отырмын. Қазақстанның облыс, аудан, ауылдарын нешейін аралап шықпақпычымын. Сол сіздерде сақталып қалған мәселені қағазға түсіріп, мен жоғарыға жеткізу бұндағы мақсатым. Осы жобаға сіздердің атсалысып, жұдырықтай бірге отырып, осы мәселенің жеңілдеуіне күш шығарсаңыздар екен. Рахмет сіздерге. Бұл кісі айтып отырғандай, бір осыдан бері көкейіңізде жүрген немесе шешілмеген мәселелерді дәл осы уақытта тыңдайды, жеткізсек деген арнайы ойы бар екен. Бізде ақпараттық жағынан қолдау көрсетуге дайынбыз. Менің білетін, танитын кісілер түсіне жатар. Сондықтан сіздерге көмектесем деп тұрған кезде сіздер де бұл кісіге көмектесіп, жиналыңдар деген жерге жиналып, айтыңдар деген жерде айтқандарыңыз дұрыс сияқты. Группада болсаңыздар, белсенді болсаңыздар, барлық қашан қай жерге баратынын айтып отырады. Алда айтамын. Сәттілік.